Күн суықта киіміңіз жұқа, ал баспана алыс болса, сізге маңызды шешім қабылдау қажет. Жылыну үшін жүгіру, не шаңғы тебу керек пе, әлде жел үрлемесі үшін ақырын жүрген жөн бе? Суықта орныңызда тұрсаңыз, сіздің жоғалтқан жылуыңыз айналадағы ауаны қыздыруға кетеді. Сөйтіп, тез мұздаудан қорғайтын сәл жылырақ қорғаныш қабаты түзіледі. Ал егер қозғалсаңыз, не жел тұрса, сізді самал тоңазытады. Тез жүрген сайын көбірек. Сіз өзіңіз жылытқан ауадан қашасыз да, бір орында тұрғаннан гөрі тезірек мұздайсыз. Дегенмен, біршама тез қозғалсаңыз, ауаның қорғаныш қабаты түгел дерлік жоғалады да, сіз қанша тез жүгіргеніңізге қарамастан, жылуды бірдей жылдамдықпен жоғалтасыз. Бірақ біз жүгіргенде өз денемізден әжептәуір жылу бөлеміз. Іс жүзінде біз жолдың әр километрінде бірдей мөлшердегі жылу шығарамыз. Сондықтан, неғұрлым тез қозғалған сайын, минутына соғұрлым көбірек жылу бөлесіз. Жүгіргенде шыққан жылу бір қалыпта артып, ал ауаның қорғаныш қабаты төмен жылдамдықта тез жоғалатындықтан, жүруге не тіпті баяу жүгіруге де тұрмайтын белгілі бір тыйым салынған жылдамдықтар диапазоны бар. Өйткені бір орында тұрып ақ жылуды азырақ жоғалтасыз. Сонымен, жүгіргенде бөлінген жылу қозғалысқа байланысты жоғалған жылуға тең келетін ең аз жылдамдық қандай? Беттің ауданы мен жалаңаш ересек адам жүгіргенде бөлінетін жылуды бағамдап, сондай-ақ желдің әсерін ескерсек, 0 градус температурада тұрғаннан жүгірген тиімдірек болу үшін километрді 3 минутта жүгіріп өту керек. Дала суығырақ болса, одан да тез. Және бұл сіз жылу жоғалтпайсыз деген сөз емес. Тек құр тұрғаннан гөрі азырақ жоғалтасыз. Бұл сізге қиын болып көрінсе, уайымдамаңыз. Киімсіз адамнан 2 есе аз жылу жоғалтатындай бірдеңе кисеңіз болғаны. Километрге 9,5 минут, сағатына 6,5 километр жеткілікті. Сөйтіп, не қозғалмай тұрыңыз, не жылы киініңіз, немесе қарды жарып құстай ұшыңыз. Шындығында қар бүкіл есептеуді өзгертеді.